Лагеріміздің өзінің ережелері бар. Ұлттық нақыштағы лагерь болғандықтан барынша ана тілде сөйлеуге тырысамыз. Крутяк. Нам нужно помощь, мы хотим стать казахами. Қош, жетапасын білген нағыз қазақ. Смотри, это ребята из Западного Казахстана. Батыс, біргеміз. Эти южане. Сен ақша берсем болды маған. Онсыз Қазақстан forever. Север, алға. Мен үлкендер ғана бөліне ма десем, мына боқ мұрындарға не жоғы? Сүндетке екеуін отырғансыңдар ма? Что? Шабуыл жасау үстінде арлан және көп! Мақалды жалғастыр. Балалы үй базар, баласыз үй. Баласыз үй кайф, тып-тыныш, рахат қой. В общем, кайф. Тұштым саған, тұныш! Сендер барлығын бір үйдің балалары сияқтысыңдар. Батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік. Олай бөлінудің қажеті жоқ. Мальчики, это вы во всем виноваты. Бір нәрсе білдіріп қойсақ, біз өзіміз түзеуіміз керек. Бөліссек тоқ боламыз, бөлінсек жоқ боламыз. Түсініңдер ма? Бөлініп лагерімізден айырылатын болдық. Біргетін уақыт келді. Откуда ты знаешь про это все? А я алматинка. У нас все есть. Армысыздар құрметті көрермендер, бүгін біздің эфирде «Каникул оффлайн» фильмінің басты рөлін ойнаған Бақтияр Айбар. Қош келдің. Қош көрдік. Саған дайындаған бірінші сұрағым, өзің туралы айтып берсең. Өзім туралы айтатын болсам, менің атым Айбар, жасым 15-те, 9-шы А сынып оқушысымын. Өзім актерский мастерствоға қатысам, баскетбол ойнаймын, волейбол ойнаймын, түрлі спорттарға қатысам. Сол андасында киноға да шығып отырмыз. Өнерге қызықшылығың қайдан пайда болды? Негізі пайда болған жер ол мектеп. Шеше деген шығарма болатын Әбіш Кекілбаевтың. Сол кезде біз мектепте бәріміз отырып рөлді бөлген болатынбыз. Сол жерде мен Тимур деген басты рөлді алып, сол мектепте басқа өзіміздің 9А, 9А, Б класстарына көрсетіп, өзімді көрсетіп, сол андай аласың ғой өзіне внимание дейді ғой. Одан кейін маған сол қызыға бастадым да. Оның кішкентай алдында мен киноларға қараған кезде балалар неге мен былай түспеймін дегендей сұрақтар пайда болды менде. Сосын мен де актер болғым қаладым, былай сөзбен. Өте жақсы. Келесі сұрағым, отбасыңда өнерге жақын адамдар бар ма? Отбасымда өнерге жақын адам негізі жоқ, қазір жоқ. Бұрында тәтем болған, өлең айтқан, гимнастика жақын болған, неше түрлі не болған, бірақ қазір оны тастап кетті. Сенің өнерге алғаш қай сахнадан басталды? Айтып кеткендей, өнерге басталған жері ол мектеп. Мектептің несі? Актовый залы. Жақсы. Болашақта кім боласың? Актер. Актер? Продюсер. Өте жақсы. Каникул оффлайн киносының толық мәлімет беріп жіберсең. Біз Каникул оффлайнды Ават деген ауылда түсірдік. Ауыл кемп деген сондай лагерь бар. Арнайы сол съемкаға арналған. Сол жерде күзгі демалыста барып, сол жерге түстік. Ол жерде режиссері Дәурен Қамшыбаев болды, ал главный продюсері Ернар Құрмашев болды. Ал біздің киномыз, яғни Каникул оффлайн 3, 16 наурыздан бастап барлық Қазақстанның кинотеатрларында көрсетіле бастайды. Сізден бізге билетке скидка жоқ па? Алло? Өлімде болған ең үлкен қызықты сәт. Ең үлкен қызықты сәт мен үшін ол Каникул оффлайнның соңғы жағындағы бір сцена ұнады. Ол жерде біз ауылда кафеде отырамыз да, досым екеуміз, сол актер Ален екеуміз, бір дастарханда отырамыз и ол жерде көп тамақ екеуміз соны киноға түсіп жейміз. Күшті болды деді. Осы кинодан кейін достарыңнан қандай комментариялар келіп жатыр? Қолдау келіп жатыр, мақтап жатыр, барынша көмек беріп жатыр. Достарыма мың алғыс. Каникул оффлайн киносына кастингке барып едің? Иә, солай барып, солай өттім. Екі досым болды қасымда. Үшеуміз бірге бардық, өзіміздің қойылымызды көрсеттік, өзіміз туралы айттық. Басында қобалжу болды, одан кейін былай үйрене бастадық. Сол достарынан үшеу болып бардыңыздар, иә? Иә. Сен ғана өттің, получается? Иә. Жақсы. Қиын сәттер болды ма?
иә, қиын сәттер болды. Мен барған кезде мен ойладым, бұл оңай, қазір сен де өзім танымал болып жүре берейін. Жоқ, олай болмады. Бардым, қиналдым. Ауырып қалдым бір апта сол пахат еттім. Киноға түсіп жүрдім сол. Ауырып, одан кейін жазылып кетіп, күшті сезді өзімді. Солай. Жақсы. Киноны неше күн түсірдіңдер? Мен бар жерде, мысалға, біз 15-16 күнде шамамен түсірдік, ал тағы менен тыс жерде, онымен санағанда бір ай болып қалады, 20 күн немесе. Өзін атқарған бір үзінді. Өлә, мұна өз тілін білмейтін дүбәрі ғой деген рөл болған, үзінді болған. Айбар, саған көп рахмет, ісіңе тек сәттілік. Сіздерге де рахмет, осылай шақырып, мені интервью алып жатқаныңыздарыңызға. Сіздерге де іске сәт.